1920-1930 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі. Құрметті оқушылар, бұл тақырыпта ұлттық кадрлардың қуғынға ұшырауымен бірге сталиндік жүйенің қалыптасуы және Қазақ КСР-ның құрылуының тарихи маңызы мен оның конституциясының қабылдауына тоқталамыз. Сонымен кеңес қоғамында 1930 жылдары социалистік қатынастар орнап, сталиндік казармалық жүйе қалыптасты. Яғни өндіріс құрал жабдықтарына қоғамдық меншік орнады. Қазақстанда да мемлекеттік билік бір партияның қолына жинақталып, бюрократиялық орталықтандыру, тоталитарлық саяси жүйе орнады. Мәселен, меншіктің мемлекеттік формасын коммунистік партия республиканың экономикасын алдымен одақ мүддесіне сай құрды. Ал өнеркәсіптік құру және ауыл шаруашылығындағы ұжымшар мен кеңшар халық шаруашылығы жоспарының есебі бойынша жүргізілсе, Қазақстандағы білім беру жүйесі, ғылым мен мәдениет мекемелері мемлекет пен партия тарапынан қатаң бақылауға алынды. Сонымен тоталитарлық жүйе халықтың қоғамдық экономикалық және саяси өмірін уысында ұстады. Сталиннің социализм ілгерілеген сайын тап күресі шиеленісе түседі деген теориясы жазалау органдарының қызметін кеңейтіп, мемлекеттік билік орган ретіндегі кеңестер қызметінің шектелуіне әкеліп, балама пікір қабылданбады. Ал Қазақстанда қоғамдық құрылыстың тоталитарлық моделін бекіте түсу 20-30 жылдары үздіксіз жүргізілген саяси қуғын-сүргін шараларына ұласты. Еңбекпен түзету лагерлері мен колониялары сол кездегі мемлекеттік жүйенің бір бөлігіне айналды. КСРО ішкі істер министрлігінің ГУЛАГқа лагерлердің мемлекеттік басқармасы деген сөз тікелей бағынатын Карлаг, Жезқазған-лаг, Степ-лаг, Актюб-лагпен қатар Алжир отанын сатқан әйелдерінің Ақмолы лагері пайда болды. Ал жазалау толқыны ең алдымен қазақ халқының зиялы тобы Ермеков, Халел Досмұхамедов, Әлихан Бөкейханов және Алаш партиясының басқа да көрнекті қайраткерлерін шарпыды. 1930 жылы сәуірде қазақ кеңес әдебиетінің негізін салушылардың бірі Жүсіпбек Аймауытовты атуға үкім шығарса, сол сияқты Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов жазаға ұшырады. Қазақ тіл білімінің негізін салушы Ахмет Байтұрсынов, көрнекті тілтанушы ғалым профессор Құдайберген Жұбанов, қазақтың тарихи білімінің негізін салушы Санжар Асфендияров, КСРО ғылым академиясы қазақ филиалы басшыларының бірі Мирасбек Төлепов, инженер-техник Мұхамеджан Тынышбаев және басқалар жазалау шараларының құрбаны болды. Осының салдарынан Карлагта 1 миллиондай тұтқын тіркелсе, ал ГУЛАГ жобасы бойынша Карлаг 32 мың тұтқынға арналған. Мұнда 75 мыңға жуық адам отырды. Тұтқындар Қарағанды көмір алқабын игеру, Жезқазған және Балқаш металлургия комбинаттарының салу құрылысына, ауыл шаруашылығы жұмыстарына тартылды. Кеңестік биліктің қуғын-сүргін саясаты 1937-1938 жылдары өзінің шырқау шегіне жетті. 1930 жылдары Алжирде отанына опасыздық жасады деген желеумен ұлт зиялыларының сотталған әйелдері қамауда ұсталды. Сонымен 101 мың қазақстандықтар ГУЛАГ лагерлер бас басқармасы азабынан өтсе, 27 мыңнан астамы атылды. Ал жазаланғандардың көбін сот органдары емес, БМСП біріккен мемлекеттік саяси басқарма алқасы мен үштіктер 3 адамнан құрылған комиссия қарады. Аштан қырылған, зиялы қауымнан айырылған ұлы нәубеттермен қоса, қол жеткізген жетістіктердің бірі қазақ халқы ұлттық мемлекеттілігін қалпына келтіріп, автономиядан одақтас республика мәртебесіне көтерілу еді. Яғни 1936 жылы 5 желтоқсанда КСРО кеңестерінің төтенше 8-ші съезі кеңес мемлекетінің негізгі заңы КСРО конституциясын қабылдаған соң, Қазақстан одақтас республика болып құрылып, Қазақ кеңестік социалистік республикасы КСР деп аталатын болды. Ал 1937 жылы наурызда Қазақстан кеңестерінің төтенше 10-шы съезі Қазақ кеңес социалистік республикасының конституциясын қабылдады. Негізгі заңда адамды адамның қанауы жойылғаны, тең құқықты қатынастар, халықтар ынтымақтастығы жолға қойылып, экономика мен мәдениеттің өрлеуінің жүзеге асырылғаны көрсетілді. Қазақ КСР-ның егемендігінің құқықтары өз аумағы, өзінің жоғары заң шығарушы және атқарушы органдарымен
елтаңбасы, туы, әнұраны болды. Қазақ КСР Конституциясында Қазақ КСР-ның саяси негізі еңбекшілер депутаттарының кеңестері, ал экономикалық негізі социалистік шаруашылық жүйесі және өндіріс құрал жабдықтарына социалистік меншік болып табылатыны жарияланды. 1937 жылдың желтоқсанында КСР жоғары кеңесінің сайлауына республикадан 44 депутат сайланды, ал 1938 жылдың маусым айында өткен Қазақ КСР жоғары кеңесіне сайланған 300 депутаттың 152-сі қазақ еді. 1920-1930 жылдардағы тарихи даму кезеңін қорытындыласақ, қазақ халқы қиыншылықтарға толы қаһармандық жолдан өтті. Елде индустрияландыру дамып, халықтың әлеуметтік құрылымы өзгерді. Осылайша мәдениет пен білім беру саласында экономикада қол жеткен табыстар өте қымбатқа түскен еді. Бірақ тоталитарлық казармалық жүйе жағдайында Қазақстандағы ұжымдастырудың салдарынан қазақ халқы шығындай қырылса, ал Сталиндік қуғын-сүргіннен жазықсыз адамдар құрбан болды. Сондай-ақ зорлықпен көшірілген халыққа қазақ халқы көмек көрсетті.